Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз опасыз атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Уходи, останься со мной. Мне холодно. Пусти меня. Қала сыртында үлгілі отбасы Эдвард пен Кони Чарли есімді 8 жасар балалармен өмір сүреді. Олардың 11 жылдық отаулары махаббатқа толы, бірақ іш пыстырардай бәрі бір қалыпты. Кони орта жастағы үй шаруасымен айналысатын әйел. Оның күнделіктісі баласын мектепке, ал күйеуін жұмысына шығарып салып және ас даярлау. Оның күйеуі табысты кәсіпкер. Оның мақсаты отбасы ештеңеден таршылық көрмеуі керек. Солай бұл отбасында барлығы өз орнында, әрі қарабайыр. Бір күні Кони Нью-Йоркке келеді. Қалада ауа райы қолайсыз болып тұрады. Нәзік әйел қолына заттар ұстап алған. Қатты жел аяқтан жалуда. Оның үстіне қарғыс атқыр таксистерде тоқтағысы келмейді. Бір сәтте Пол Мартел есімді жас жігіт пайда болады. Ыңғайсыз жағдайға тап болған екеуі бір-бірінің заттарын жинай бастайды. Кони жас жігіттен такси ұстап беруін сұрайды. Бірақ оның әрекеті нәтиже бермейді. Әйелдің тізесін жарақаттап алғанын көрген жомарт француз жігіт жарасын емдеу үшін пәтеріне көтерілуді ұсынады. Әйел барғысы келмегенімен жігіт сондай сүйкімді, әрі мейірімді болып көрінгендіктен келісім береді. Бұл жерде жігіт 27 жаста, әрі жақын танысының пәтерінде тұратынын, әрі кітап сатумен айналысатынын айтады. Кони жарасын емдегеннен кейін Мартел оған естелік ретінде кітап сыйлайды. Кешке әйел болған жағдайды күйеуіне айтып береді. Эдвард жігітке алғыс айтып шарап сыйға беруді ұсынады. Келесі күні Кони Мартел сыйлаған кітаптың ішінен оның телефон номерін тауып алады. Кони қалаға келіп ұзақ ойланып Мартелге хабарласады. Әйел оған алғыс ретінде сыйлық жіберу үшін мекен жайын білгісі келеді. Бірақ жігіт оның сөзін аяғына дейін тыңдамай үйіне шақырады. Екеуі тағы сол пәтерде кездескен жерінен екеуі бір-біріне деген ұнатуды байқаймыз. Жас жігіт оған зағиптарға арналған кітапты көрсетіп, оны арбамақ болады. Бірақ сол сәтте Кони кету керектігін айтады. Әйел үйіне барар жолда Эдвардқа жұмысына келеді. Ол күйеуіне аукционмен айналысуды шешкенін айтады. Кешке үйінде Эдвард Конидің ойға батып жүргенін аңғарады. Келесі күні Кони Мартелге тағы келеді. Олар бірге билейді. Жігіт оны тағы арбамақ болады. Бір сәтте Кони оған қателескенін айтады. Что значит ошиблась? Ты что-то делаешь или не делаешь? Да, лучше не делать. Кони кетіп қалып пальтосын ұмытып кеткенін айтып қайта келеді. Сол сәтте олар бір-біріне жабыса кетеді. Кешке Кони үйіне қайтып келе жатып, күйеуінің көзіне шөп салған үшін қатты ұялып, өзін кінәлі сезінеді. Онымен қатар қатты қуанады. Себебі оның өмірінде дәл осындай құштарлық сезімі жетіспеген. Ты любишь меня? Конечно, люблю. Глупый вопрос. Я скоро приду. Ой, прости. Кони ары қарайда ашынасымен жиі кездесе бастайды. Тіпті кезінде күйеуі сыйға берген заттарды ашынасына естелікке сыйға береді. Солай Кониға екі кеменің басын ұстаған жаңа әсерлер тудыра бастайды. Ол ашынасымен төсек қатынасында өзін жақсы сезінеді. Ол күйеуімен отбасылық өмірде өзін жақсы сезінеді. Бір күні Пол әйелді мейрамханаға түскі ас ішуге апарады. Кони оған бұл жерде екеуіміз бірге жүргеніміз дұрыс емес дейді. Көрші үстелде екі ер адам ақшаны кім төлейтінін айтып талқылап жатады. Пол егер сол жақтағысы төлесе қаламыз дейді. Солай жағдай Конидің жағында болмайды. Әрі есепті төлеген адам Эдвардтың әріптесі болып шығады. Уақыт өте күйеуі әйелінің іс-әрекеттерінен өзгерістерді байқайды. Алдымен Кони Эдвардтың бетін қайтарады. Кейін тіпті әйелінің әдемі іш киім мен жаңа аяқ киім даярлап жүргенін аңғарады. Эдвард оған түскі ас кезінде кездесуді ұсынады. Бірақ әйелі сұлулық салонына жазылып қойғанын жеткізеді. Әйелінен күдіктенген Эдвард салонға хабарласып Конидің өтірік айтқанына көз жеткізеді. Сол уақытта Кони кезекті мәрте Мартелге жол тартады. Солай ыңғайсыз сәтте ашынасың дәл пәтерінің алдында бұрынғы құрбыларын кездестіреді. Олар Кониді кофе ішуге шақырады. Сылтау таппаған әйел келісіп жақын маңдағы кафеге барады. Кони Мартелге хабарласып қарсы бағыттағы кафеде екенін, оған кейінірек баратынын айтады. Жігіт көп ойланбастан кафеге келіп, әйелді ұялта бастайды. Кейін олар әжетханада жақындасып үлгереді. Сол жерде өте ыңғайсыз жағдай орын алады. Өйткені Конидің бір құрбысы Мартелді байқап, бұндай сұлу жігітпен жақындасуға дейін баратын едім дейді.
ал екіншісі мүлдем қарама қайшы ойда. Өйткені дәл сондай жағдай оның отбасын құрдымға жіберген. Кездейсоқтықтар арқасында Эдвард жұмысында кішігірім қиындықтарға Кониді Мартельмен көрген Билл есімді жігіттің себебінен қиындықтарға тап болады. Екеуінің арасында кикілжің орнағанда Билл ер адамға бірінші сен әйеліңе қарап ал дейді. Солай Эдвардтың ойына кезекті мәрте күдік туғызады. Нәтижесінде ол детективтен әйелінің аңдуын сұрайды. Цыпленок, мам. Что? Цыпленок. Он сгорел. Закипело, мам. Закипело. Спасибо. Келесі күні Эдвард әйеліне қалада жұмыс бабымен тәулік бойы болмайтын жеткізеді. Кони бұл жағдайды пайдаланып күні бойы ашынасымен болады. Солай олар детективтің фотоаппаратына түседі. Конидің бұл әуестігі жиілеп кеткендіктен баласын мектептен алуға үнемі кешіге береді. Солай Кони бұлай жалғастыра алмайтынын түсінеді. Ол Мартельмен қарым-қатынасын үзуге талпыныс жасайды. Бірақ оған баласы Чарли кедергі жасайды. Сол уақытта Эдвард детективпен кездеседі. Ол әйелі мен Мартельдің бірге түскен суреттерін көріп өз көзіне өзі сене алар емес. Ложись спать, ладно? Не грусти, мам. Папа завтра приедет. Отбасылы әйел бұлай жалғастыруға болмайтынын түсініп Мартельге көзбе-көз айту үшін аттанады. Жол бойынан ол бір қызбен кітапханаға кіріп бара жатқан Мартельді көреді. Әйел көлігінен шығып соларға қарай бет алады. Жас жігітті қызғанған әйел қызға шабуыл жасайды. Кейін Мартельмен лифтіде тұрған Кони жігіттен мен сияқты қанша әуесің бар деп сұрайды. Бірақ жігіт жауаптан жалтарып басқа әйел жай дос дейді. Содан кейін әйел Мартельге бәрі бітті деп кетпек болады. Бірақ Кони жігіттің пәтерінен шыққан бетте Мартель оны тоқтатып арбай бастайды. Алдымен Кони қарсылық білдіргенімен жас жігіттің арбауына шыдай алмайды. Кони ашынасының пәтерінен шығып келе жатып Мартельмен жолығуға келген күйеуімен кезігіп қала жаздайды. Біраз уақыттан кейін Эдвард жоғары көтеріліп есікті қағады. Вы Пол Мартель? Да. Сколько вам лет? Нәтижесінде Мартель оның пәтеріне кіргізеді. Жас француз оған әйелі Кони бар мұңымен бөліскенін, әрі некеде шыпысқанын, оған құштарлық жетіспейтінін және қала сыртында тұру жалықтырғанын айтқанын жеткізеді. Алданған ер адам жан-жағына мұқият қарауда. Ол құйтырқы сұрақтар қояды, әрі барлығы болған төсекті байқайды. Ол кезінде Кониға өзі сыйға берген қар шарын байқап қатты таң қалады. Жігіт бұны өзіне Кони сыйлағанын жеткізеді. Эдвард сол сәтте өз-өзін ұстай алмай ашуға мініп Мартельдің басынан қар шарымен ұрып мерт қылады. Ең қызығы әрі қарай орын алады. Ол куәліктің барлығын жинап жүргенде телефонға қоңырау келіп түседі. Оның әйелі өкіріп тұрып жас жігітке хабарлама қалдырады. Әйел бұның барлығы мазасын қашырғанын, әрі қарай күйеуіне өтірік айтқысы келмейтінін, өкінетінін, бірақ бұл істі тоқтататынын айтады. Ер адам хабарламаны өшіріп, жігіттің денесін кілемге орап, көлігінің жүк салғышына салады. Артынан Эдвард өзінде қалған куәліктің барлығын мектеп әжетханасында жуып, баласының қойылымына барады. Так, а теперь проверь, открывается ли он. Нет, все нормально. И все-таки проверь багажник. Завтра разберемся. Это займет 1 секунду. Нет! Түнде Эдвард қоқсық тастайтын жерге барып, Мартельдің денесінен құтылады. Ары қарай біз Эдвард жас жігітті өлтіргенін ойлап, ары мазалап жүргенін көреміз. Кейін Эдвард пен Конидің үйіне Нью-Йорк полициясының детективтері келеді. Олар Кониға Пол Мартельмен таныссың ба дейді. Олар оның үстел үстінен әйелдің телефон номерін тапқанын, бірақ жігіттің жоғалып кеткенін, оның туыстары қайда екенін білмейтінін, оны іздестіруге бөлек тұрып жүрген әйелі бергенін жеткізеді. Кони оларға кезінде жігіттен кітап сатып алғым келген, бар болғаны сол дейді. Детективтер кеткеннен кейін Кони Мартельдің сыйға берген кітаптарынан құтылады. Бір аптадан кейін полиция олардың үйіне қайта келеді. Олар Мартельдің денесін тапқан. Эдвард пен детективтер бұл хабарды естіген Конидің қатты ашуланғанын аңғарады. Кони өтірік айта бастайды. Ол жігітті музыкалық мектепте кездестірген жеткізеді. Оның таңданысына қарай бұл ақпаратты күйеуі растайды. Детективтің Мартель тұратын ауданда болдыңыз ба деген сұрағына Кони жоқ деп жауап береді. Сол сәтте детектив әйелге 4 апта бұрын дәл Мартельдің пәтерінің алдында көлігін дұрыс қоймаған үшін салынған айыппұлды көрсетеді. Бұл сұраққа Кони құрбыларымен сол маңнан кофе ішкенін айтып жауап береді. Эдвард детективтен әйелін қыса бермеуін сұрап, бар білгенін айтқандарын жеткізіп, кетулерін сұрайды. Біраз уақыттан кейін Кони күйеуінің заттарының ішінен Мартельмен түскен суреттерін табады. Солай ол күйеуінің көзіне шөп салғанын білетінін түсінеді. Кейін ашынасына сыйға берген қар шары қайта оралғанын көреді. Әйел күйеуінің көзіне қарап отырып Мартельді өлтіргенін түсінеді.
Кейін ер адамнан жігітке не істегенін сұрайды. Ер адам оның сұрағына ашынасы бар екенін білетінін, ол отбасы үшін барлығын жасағанын, ал әйелі бір күнде барлығын құртқанын, бірақ Мартельдің орнына әйелін өлтіргісі келгенін жеткізеді. Кейінірек Кони күйеуі сыйға берген қар шарының түбінен күйеуі жазған махаббат хаты мен отбасылық суретті табады. Жоспар бойынша бұл сурет Конидің қолына күміс тойларында тиюі керек еді. Кони, Мартель екеуі бейнеленген суретті өртеп жатқанда Эдвард полицияға берілетінін айтады. Бірақ Кони бұндайға қарсылығын білдіріп, барлығын қайта басынан бастап қалыпты өмірге қайта аламыз дейді. Фильмнің соңына қарай біз Эдвардтың бағдаршамның қызыл түсіне тоқтағанын, ал Чарли артқы орындықта ұйықтап жатқанын көреміз. Кони олар басқа мемлекетке кетіп, есімдерін өзгертіп, жаңа өмір бастай алатындарын айтады. Эдвард оны жұбатып құшағына алады. Әрі қарай біз Эдвардтың дәл полиция әкімшілігінің алдында тұрғанын көреміз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.